Ассалаумалейкум. Бүгін қазір біз Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде студенттер арасында сораунама өткіземіз. Демек, студенттер бұл сұрауларға қалай жауап береді, оны қазір бірге біліп аламыз. Ассалаумалейкум, сізге бірнеше сұрауларымыз бар еді. Университет нешінші жылы шөлкемдестірілген? 1993 жылы. Университет 1976 жылы шөлкемдестірілген. Университет 1976 жылы. Ассалаумалейкум, сіздерге бірнеше сұрауларым бар еді. Университет нешінші жылы шөлкемдестірілген? Әлбетте, магистрантымыздың білімін сынап көрсеңіз болады. Демек, магистрантымыз не деп жауап береді? 1976 жыл. Білмейсіз. Ассалаумалейкум, сізге бірнеше сұрауларымыз бар еді. Ассалаумалейкум. Университет нешінші жылы шөлкемдестірілген? 1976 жыл. Университеттің ұраны қандай? Мен мағрифат іздер едім. Мен мағрипат іздер едім. Мен мағрифат іздер едім. Әлбетте, бұны әрбір студент білетін шығар деп ойлаймын. Мен мағрипат іздер едім. Мен мағрипат іздер едім. Мен мағрипат іздер едім. Мен мағрифат іздер едім. Университеттің бірінші ректоры кім? Алжаспасам, Шаржау Абдиров. Шаржау Абдиров. Шаржау Абдиров. Шаржау Абдиров. Шаржау Абдиев. Шаржау Абдиров. Университетке Бердағ атындағы нешінші жыл беріледі? Білмеймін. Қарайсыздықтың 90 жылы шығар. Білмедім. Университетімізге Бердағ атындағы нешінші жыл беріледі? Қарайсыздықтен кейін 1992 жыл. Оны білмедім. 1991-92 жылы. Жауапларыңыз үшін рахмет. Демек, әзіздер, өзіңіз көріп уасы болғаныңыздай, студенттердің дерлік көпшілігі дұрыс жауап берді, ал айрымлары надұрыс жауап берді. Сұраулардың анық жауабы болса, Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті 1976 жылы 31 август күні шөлкемдестірілген. Университетімізге Бердағ атамасы болса 1992 жылы берілген. Ал университетіміздің бірінші ректоры болса Шаржау Абдиров. Ал әлбетте университетіміздің ұраны болса, мен мағрипат іздер едім.